Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз өлшеу құралдарының қателіктері. Өлшеу құралының қателіктері, өлшеу аралығының қателігі, өлшеу құралының жүйелі қателігі, кездейсоқ қателік, салыстырмалы қателік және әсер етуші шама туралы айтатын боламыз. Өлшеу аралығының қателігі. Өлшенетін физикалық шаманың шынайы шамасы мен құрал көрсеткішінің арасындағы айырма. Яғни өлшейтін құрал мен физикалық шаманың арасындағы қателік өлшеу аралығының қателігі деп аталады екен. Одан кейін өлшеу құралының жүйелі қателігі, ол мысалға айтатын болсақ, кез келген өлшеу аспабын алайық, мысалға амперметр, вольтметр. Қазіргі өлшеу құралдарының барлығы электронды түрде жасалып жатыр да, қазір барлығы цифровой, электронный болып жасалып жатыр. Солардың мысалға көбіне жасайтын қателіктерінің бірі жүйелік қателік, яғни ішіндегі программасы болмаса ішіндегі электроникада бір элементі істен шықса, ол жүйелік қателік болып табылады. Мысалға слайдтан қарап отырсаңыздар, қателіктің болу себептері өлшеу құралының калибрленуінің және градуирленуінің дәл болмауы. Яғни калибровка жасалған кезде дұрыс жасалмаса да, оның өзі жүйелік қателік болып есептеледі екен. Сонымен қатар температураның және жұмыс жүктенудің әсері дейді. Мысалға амперметр, вольтметр мысалға қатты қызып тұрған дененің қасында тұрса, оның өзі оның жүйелік қателігіне алып келеді. Яғни мысалға күннің тікелей түсуі, мысалға электр өлшеу аспаптарын жүйелік қателік жасауына әкелуі мүмкін. Уақыт өте келе өзгеретін жүйелік қателіктердің себептері дейді. Өлшеу құралдарын қолдану жағдайларының өзгеруі, температура, ылғал, атмосфералық қысым, механикалық әсер, түрлі кедергілер мен басқа да факторлар. Яғни мысалға ылғал жерде болса, сонымен қатар қысым мықты әсер етсе, болмаса механикалық әсер, мысалы сыртқы күштердің бірдеңе тиіп кетуі, соғып кетуі, құлап қалуы, түйіп жіберуі деген сияқты, оның өзі аспаптың жүйелік қателік жасалуына алып келеді екен. Өлшеу құралының жеке үлгісінің жүйелі қателігі әдетте осы типтегі өлшеу құралының басқа нұсқаларының жүйелі қателігімен сәйкес келмейді дейді. Яғни істен шығып тұрған аспаптың қателігі дәл сондай басқа бір аспап алып келсеңіз, сонымен салыстырған кезде оның қателік жасағандығы белгілі болады. Яғни екеуінің өлшеп тұрған мәні бір-біріне сәйкес келмейді. Сондықтан бір типтегі өлшеу құралдарының тобы белгілі бір орташа жүйелі қателікпен сипатталады. Және осы типтегі өлшеу құралы үшін кездейсоқ шама ретінде қарастырылуы мүмкін екен. Одан кейін кездейсоқ қателік дегеніміз кездейсоқ түрде өзгеретін өлшем құралының жалпы қателіктерінің құрамдас бөлігі. Бұл қателіктің болу себепті электронды шулар, байланыс құрылғыларында контакт кедергілерінің тұрақсыздығы, аспаптарының қозғалмалы бөліктесіндегі үйкеліс тұрақсыздығы және тағы басқалар. Яғни кездейсоқ қателік дегеніміз аты айтып тұрғандай аяқ астынан мысалға бір сыртқы контактілердің тимей қалуы деп тұр жаңағы, болмаса бір үйкелістің әсерінен оның шкалаларының дұрыс мәнді көрсетпеуі кездейсоқ қателік болып табылады. Одан кейін салыстырмалы қателік. Салыстырмалы қателік өлшем құралдардың абсолютті қателігінің өлшеу нәтижелерінде немесе физикалық шаманың шынайы мәніне қатынаспен сипатталатын өлшем құралының қателігі. Тәжірибеде абсолютті қателік аспап көрсеткішіне жатқызылуы мүмкін және оны пайызбен көрсетуге болады. Егер салыстырмалы қателік нормаланатын және өлшемнің барлық диапазонында тұрақты жатқызылса, онда ол келтірілген деп аталады. Нормалайтын және мән ретінде әдетте өлшемнің жоғарғы шегін алады дейді. Салыстырмалы қателік. Әсер етуші шама берілген өлшеу құралымен өлшенбейтін, бірақ өлшем нәтижелеріне әсер ететін физикалық шама дейді. Яғни мысалы сіздің өлшеп тұрған тікелей параметріңізден бөлек шама әсер етсе, ол әсер етуші шама деп аталады екен. Жалпы бүгінгі сабақта қателіктер туралы қысқаша мен ақпарат беріп кеттім. Жалпы өндірісте өлшеу құралдарының калибрін, градуирлеуін белгілі бір уақыт аралығында арнайы мамандар мысалға жылына бір рет арнайы тексерістен өткізіп отырады. Мысалға өзіміздің қолымыздағы пайдаланып жүрген мысалы тестерімізді, мультиметрімізді, индикаторымызды УВН деп айтамыз. Соларды мысалға әр белгілі бір уақыт сайын, 6 ай сайын, 1 жыл сайын мысалға арнайы тексеру
мекемесіне тапсырып, сол жақтан арнайы сынақтан өткізіледі. Яғни осы біздің айтып кеткен қателіктеріміздің ішінде біреуімен мүмкіншілік жоқ па екен. Яғни бір қателік болуы мүмкін ғой, мысалы жүйелік қателік болуы мүмкін, мысалы кездейсоқ қателік болуы мүмкін, салыстырмалы қателік деп жатырмыз, мысалы жүйелік қателік деп жатырмыз, аралық қателік деп жатырмыз. Мысалға сондай қателіктер жасамайтындай соған көз жеткізіп, сосын барып бізге ары қарай пайдалануға рұқсатын береді. Аспаптың өзінің өлшейтін параметрін дәлме-дәл көрсету маңыздылығы өте жоғары. Өйткені біз сол аспапқа сеніп ары қарай жұмысымызды өндіреміз. Егер аспап дұрыс көрсетпей, қате көрсеткеннің өзі біздің тікелей өзімізге қауіп төндіруі мүмкін, болмаса технологиялық процестің басқа параметрлерінің дұрыс болмауына, процестердің дұрыс жүрмеуіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан өлшеу аспаптарының қандай қателіктер жасайтындығын біз білуіміз керек.